Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, пенденің ризығы тоқтап қалады, ризығы келмей қалады, ризығы болмай қалады. Қашан десеңіздер еді, олар күнә істеп, сол күнәсін жалғастыра берген кезде ризық тоқтап тұрады. Бұл күнәнің бірде-бір жойылу жолы тәуба етесің, истиғфар айтасың одан кейін. Тәубаның шарттарын білесіздер. Тәуба неше шарты бар? Біріншісі, дәл осы мезеттен бастап тоқтату керек ол күнәні. Ертең емес, ертең құрбан айттан кейін емес, или ана бір тойымды өткізіп алғаннан кейін емес. Бірақ осы уақыттан бастап тоқтату керек күнәні. Екінші, оған өкіну керек. Оны мақтам айтпай ақ қой ешкімге. Енді Құдай кешесінде бастайды ғой әңгімені. Жүрдік қой баяғыда енді деп қояды. Бұл әңгімеңді сен айтпа бізге. Кімге айт бұл әңгімені? Аллаға айт, күліп емес, жылап айт. Жылап айт, тахажжудте айт, жыла ана жерде. Алла, мен енді солай істедім. Біліп істеген бар, білмей істеген бар. Істедім енді. Сен мен қазір кешірмесең, мен ешкім кешіре алмайды. Деп, бұл екінші шарт. Үшінші шарт, Аллаға серт бересің. Алла, мен саған уәде беремін, Аллахи биллахи таллахи. Екінші мәрте осы оңбаған пасықтық жұмысқа мен қайтпаймын енді. Міне, тәубаның осындай шарттары бар. Осылар орындалса ғана сен тәубаң қабыл есептелінеді.